Баршаңызға сәлем достар, бүгін сіздермен манты даярлайтын боламыз. Мантыны барлығымыз даярлауды білетін болармыз. Бірақ бүгін сіздермен оның қамырының езіліп кетпей, ішінің сочный, өте дәмді болып пісуінің құпия сырларымен бөлісетін боламын. Сонымен қатар сіздер мантыны қалай қатырып сақтаудың амалын осы видеодан білетін боласыздар. Видеоны көрмес бұрын міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, қоңырауды басып қойыңыз. Сонда сіз ерекше тағамдардың рецептін жіберіп алмайтын боласыз. Алдымен мантының қамырын илейміз. Өйткені мантының салмасын даярлап болған уақытта қамыры тынып тұруы қажет. Ұнға бір дана жұмыртқа және тұзды қосып, аздап су қоса отырып, қамыр илейміз. Судың температурасы бөлме температурасынан сәл жылы болғаны тиіс. Негізінен манты, бешбармақ, пельмени секілді тағамдарды даярлаған уақытта оның қамырын міндетті түрде тығыз етіп илеу қажет. Сондықтан судың барлығын бірақ құймай, аз-аздан шетінен құйып отырып, қамырымызды илейміз. Мантыға қолданылған ингредиенттердің дәлме-дәл өлшемін описаниеде қалдыратын боламын. Өздеріңіз видеода көріп отырғандай қамыр тығыз, қатты болып иленуі тиіс. Қамыр үлкен болғандықтан оны жаюға ыңғайлы болу үшін оны екі бөлікке бөліп күлшелеп қоямыз. Екі бөлікке бөлінген күлшеленген қамырды бір ыдысқа салып, оның бетін жақсылап жауып, жарты сағатқа тындырып қоямыз. Мантының салмасын даярлаймыз. Ол үшін қой немесе сиыр етін майда 4 бұрышты бөліктерге бөлеміз. Мантыны даярлауда ешқандай фаршты, мясорубканы қолданбаймыз. Себебі ең дәмді манты ол қолмен туралған еттен даярланады. Бұл мантыны өте дәмді етіп даярлаудағы бірден бір амал деп айтсам болады. Етте шандыр болған жағдайда міндетті түрде шандырын алып тастаймыз. Себебі ол піскен уақытта өте қатты болып келеді. Туралған етті бір ыдысқа салып даярлап қоямыз. Картопты майда 4 бұрышты бөліктерге бөлеміз. Картоптың орнына дәл осы көлемдегі асқабақты қолдансаңыз болады. Көбіне мантыға картоп қоспай тек етпен немесе асқабақпен даярлап жатады, бірақ картоп қосылған манты да өте дәмді болып шығады. Картопты турауда ас үйіңізде найсер-дайсер секілді көмекшіңіз болған жағдайда қолдансаңыз болады. Жұмысыңызды біраз жеңілдетеді. Картопты да еттің үстіне саламыз. 30 минут көлемде тұрған қамырды тағы шығарып, оны бастырып, күлшелеп қоямыз. Бұл қамырдың жақсы жайылуының бірден бір кепілі. Күлшеленген қамырдың бетін жауып, тағы жарты сағатқа қалдырамыз. Пиязды майдалап 4 бұрышты етіп турап, даярлап қоямыз. Пиязды картоптың үстіне саламыз. Қойдың құйрық немесе іш майын майдалап 4 бұрышты етіп тураймыз. Манты, орама, пельмени деген секілді тағамдарда міндетті түрде қойдың майын қолданған дұрыс, себебі сиырдың майы тез қатып қалады. Май қосып даярланған манты өте дәмді шығады, ал егер тек құр етпен болса, ол манты құрғақ болып келеді. Бұл дәмді манты даярлаудағы тағы бір амал деп айтсам болады. Майды пияздың үстіне саламыз. Мантының салмасына қара бұрыш, тұз және күнбағыс майын қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Тұзды татымына қарай қосасыздар. Мендегі ет өте жақсы тұздалған, сондықтан мен тұзды аз мөлшерде қостым. Барлығын қолмен араластыруға болады, сонда барлығы біркелкі болып араласады. Салмасын даярлап болған уақытқа дейін мантының қамыры тынып, дайын тұрады. Оны ұн қосып күлшелеп жаямыз. Жайманы жұқа етіп жаюға тырысыңыздар, сонда манты дәмді болады. Жайма жаюлы тұрған кейде ірі 4 бұрышты бөліктерге бөлеміз.
Мантының ортасына салмасын барлығына бірдей етіп орналастырамыз. Салмасын салып болған соң мантыны түйіп шығамыз. Өкінішке орай мендегі манты түйу процесі видеоға түспей қалыпты. Бірақ алдағы уақытта мантыны әдемілеп түйудің бірнеше әдісімен бөлісетін боламын. Манты түйу барысында мантоварканың кастрюлясына су құйып қайнатамыз. Мантоварканы күнбағыс майымен жақсылап майлаймыз. Мантыны мантоваркаға арасын қатты жақын етпей орналастырамыз. Дайын мантымызды енді пісіретін боламыз. Мантыны кастрюльдегі су әбден бұрқырап қайнаған уақытта ғана барып үстіне қоямыз. Осы жерде сіздерге лайфхак, яғни пайдалы кеңес айтып өтейін. Мантының қамырын жұмсақ илеп қойсаңыз, немесе ол көп тұрып тынып жұмсарып қалған болса, оның астындағы суға міндетті түрде үлкен қасықпен 1 қасық тұз салып жіберіңіз. Сонда мантының қамыры езілмей пісетін болады. Газдың отын қатты қоямыз, мантыны 45 минут пісіреміз. Қалған мантыны мен қатырып сақтаймын. Менің морозильнигім үлкен болғандықтан мен противенді қолданамын. Оның үстіне салафан төсеп, барлық мантыларды соның үстіне орналастырамын. Салафан төселгендіктен ешқандай ұн себудің қажеті жоқ. Салафанға ешқандай манты жабыспайды. Егер көп көлемдегі қонақ күтетін болсаңыз, мантыны осы жолмен қатырып сақтап қойсаңыз болады. Мен осы әдісті жиі қолданамын, өте тиімді әдіс. Манты әбден қатқаннан кейін оны пакетке салып сақтаймыз. Осылайша мантыны алдын ала жасап, немесе көп көлемде жасап қойған болсаңыз, қатырып сақтасаңыз өте тиімді. Және мен көбіне мантыдан қалған қамырдың кесінділерін 4 бұрышты етіп кесіп, нанжар көп тағамына алдын ала заготовка даярлап қоямын. Қамыр кесінділерін бөлме температурасына толығымен кептіргеннен кейін, оны бір пакетке салып, оны да морозильникте сақтаймыз. Манты піскен бойда дастарханға бірден ұсынған дұрыс. Мантыны подлива жасап, сметанамен немесе қыстық жабылған салаттарды қолданып ұсынсаңыз болады. Сіздер де міндетті түрде осы рецепті пайдаланып, манты жасап жақындарыңызды қуантып, менімен фотоотчетпен бөлісіңіздер. Ал мен сіздермен қоштаспаймын. Алдағы уақытта тағы да өте ерекше тағамдардың, әртүрлі торттар мен десерттердің, сонымен қатар пайдалы кеңестермен бөлісетін боламын. Сондықтан міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, жаңа видеоны жіберіп алмас үшін қоңырауды басып қойыңыз. Менімен бірге болып, менің каналымның дамуына үлесіңізді қосып жатқаныңыз үшін сізге алғыс айтқым келеді.